Саламатсыздар ма? Біз осылай бүгін 3D куб үстіне осылай 3D объектіні шығаратын боламыз. Мінекей, бұл менің қолымда тұрған кубик. Осы кубикті сканерлеген кезде үстінде осындай 3D объект шығады. Бұл үшін бірінші осындай қағазды шығарып аламыз, распечатка жасап одан куб жасаймыз. Және ұялы телефонға мәрге Object Viewer деген бағдарламаны жүктеп аламыз. Мінекей, кірген кезде осындай регистрация шығады. Мен өзім Google аккаунтым арқылы кірдім. Мінекей, кірген кезде осылай Continue with Locked Content деген таңдаймыз. Яғни бағдарламаның тегін версиясын таңдаймыз. Мінекей, кірген кезде Collections шығып тұр. Мінекей, өз аккаунтымнан кіріп тұрмын. Collections ішінен өзіме қажетті 3D объектін таңдап аламын. Мысалы, жер шарын таңдайық, ішіне Earth деп тұр. Мінекей, бірінші жерді сканерлейміз, осындай шеңбер шығу керек. Сонымен қатар астында Downloading деп тұр. Яғни загрузка жүріп жатыр деген сөз. Астындағы жер шарының загрузка болғанын күтеміз. Мінекей, әлі де загрузка болып тұр. Бұл бағдарлама өте қырсық бағдарлама, сол себептен кішкене уақыттарыңызды алады. Бір шама практика жасап барып, ыңғайланып, үйреніскеннен кейін барып қана жақсы қолдана аласыздар. Сол себепті бұл бағдарлама уақытты көп алады. Мінекей, загрузканың өзі әлі де жүріп жатыр. Сол загрузканың толық аяқталған күтеміз. Мінекей, ашылды. Өз деп загрузка тоқталды. Жеріміз ашық тұр. Енді жерді сканерлейміз. Жерді сканерлегенде осыны шеңбер шығу керек. Сол кезде ғана барып жерімізді қоя аламыз. Енді жоғарыда 3D дегенді бассақ, осы объектімізді 3D түрінде көреміз. Енді World дегенге өзгертейік. Мінекей, Scan a Surface деп тұр. Жерді сканерле дейді. Міне жерді сканерледік, осыны шеңбер шықты. Жерімізді қойдық, енді кішірейтеміз. Мінекей, жеріміз түсті. Мінекей, жерімізді осылай телефонмен көре аламыз. Енді астындағы Delete дегенді басып өшіріп тастаймыз. Енді куб деген таңдаймыз. Кубты мінекей, өзіміздің кубымызды қойып, осылай жерімізді көрсек болады. Бұл ұялы телефон арқылы көрінеді. Голограмма емес, көп мұғалімдер жазастырып жатыр голограмма деп. Голограмма ол бөлек нәрсе. Бұл біз ұялы телефон арқылы көретін 3D объект. Назарларыңызға рахмет.